Ал бізде сақалын ағаруын күтеді біреуге ақыл айту үшін. Және де сақалы ағарған адамның ақылын тыңдағым келеді дейтін кейбір азаматтар бар. Біз ата жұмыстан шыққан кезімізде сен жассың, сен қандай білімің бар дейтін кейбір ағаларымыз бар. Сен өзің жассың, сен менің көргенімді көрмедің, сен маған қандай ақыл айтуға келдің? Құдай сақтасын, ақыл айтуға келген жоқпын. Дегенмен ақыл айту үшін ешбір уақытта сақалдың ағарын күту қажет емес. Өйткені мына ислам халифаларының екінші Омар деп аталған Өмер ибн Абдул-Азиз деген кісі халифа өмір сүрген. Соның керемет мысалы бар. Өзінің жан досы халифалыққа келген соң өзінің жан досына хат жазады. Кезінде екеуі бірге медреседе тәлім алған. Құдайға шүкір дейді, қазіргі таңда мына біздің халифатта садақа берейін десең, садақаға мұқтаж адам қалған жоқ. Зекетті алып барып берейік десек, зекетке мұқтаж адам қалған жоқ. Былайша айтқан кезде қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман болды. Енді бұны кетіретін, бұны уысымыздан ұшырып алатындай қандай да бір жағдай болады, және соның алдын қалай алсақ болады дейді ғой. Досына хат жазады, кәдімгі қағазда жазып жібереді. Енді хатты оқиды досы, оқыған соң оның хаттың артына тұрады да маған не деген сөз жазады да жіберіп жібереді. Енді хат өзіне қайтадан келді. Қарайды, өзінің жазған хаты, артын ашып қараса, маған не деген сөз. Қараңыз, сіз халифасы сізге жазып отыр. Енді досым болған соң енді өзінің бір мінезін көрсеткісі келген шығар, еркелегісі келген шығар, маған не деп жазып отыр деп жарайды дейді. Сонымен екінші рет жазады, екінші рет қайталанады, үшінші рет жазады, үшінші рет маған не деген сөзді естіген кезде ашуланады халифа. Мен бұл жерде халқым үшін маңызды, қоғамның тұтастығы мен бірлігі үшін маңызды дүниені сұрап отырмын. Осыда бір ақыл бар ғой, осы мәселені шешуге көмектеседі ғой деп. Бірақ дегенмен үш рет маған не деген сөз оған ауыр тиді. Ол барлығына тиеді, өйткені егосында бәрі де бар. Сол кезде өзінің жеке әскерін алып, сол досымды барып зиярат етейін, көріп қайтайын дейді ғой. Әскерімен барған кезде ашумен, мен осындай бір мәселені, үлкен бір мәселені сенен сұрап отырмын. Бұл қоғамның тұрақтылығы мен қауіпсіздігі үшін маңызды. Дос айтады, неге әуелі болып келіп отырсың? Мен саған оңай жолмен саған жазып жібердім ғой жауабын дейді. Қалай сонда дейді. Маған не дейтін адамдар қоғамда көбейсе, қоғамдағы тұрақтылық пен бейбітшілік ол жоқ. Қараңыз, Берік ағамыздың екі сиыры бар. Менің бір ғана сиырым бар дейді. Менің сиырым ауру болып өлді. Егер Берік аға, мынаның бір сиыр өлді ғой, маған не? Маған не? Менің өзім аман қалдым ғой. Менің малым, жаным, балам аман. Деп маған не дейтін болатын болса, қараңыз. Менің балам оқуға түсе алмай қалды, сіздің балаңыз оқуға түсті. Енді менің балам оқуға түсті де, мынаның баласына мен не шаруам бар? Немесе біреудің баласы адасып жатыр, менің балам тура жолмен келе жатыр. Маған не? Осы сөз қоғамның тұрақтылығы мен бейбітшілігін былайша айтқан кезде тасталқаны шығаратын сөз. Маған не демеу керек қоғам? Өйткені барлығымыз бір қоғам болып өмір сүргендігіміз үшін, қоғам ол үлкен бір тірі бір организм. Тірі организм болғанда үшін маған не деп айтуға ешқайсымыздың құқығымыз жоқ. Қоғам мен мемлекеттің тіршілігі, бейбітшілігі үшін, тұрақтылығы үшін маған не деп сөз айту, бұл ешқайсымызға былайша айтқан кезде жайыз емес деп айтайық енді. Солай ғой. Сол үшін аға пелеміз болатын болса, өзінің сөз пікірлерін өзінің айналасындағыларға айта алатын болса, айтсын. Егер де тыңдағысы келмейтін жастар болатын болса, оларға сыпайы түрмен, көркем тілмен жеткізуге тырыссын. Кейбір жастар болады, ата-анасынан безген, өзінің ағайын туысынан безген. Бұл қоғамда үлкен дерт. Сол үшін жаңа айтқанымыз секілді, біз қоғам болып, осы қоғамды көтеретін де, немесе осы қоғамды тарататын да, біз осы қоғамдың бір мүшесі ретінде, біз азамат, біз осы Қазақстан адамбыз. Сол үшін барлығымыз білек қайырып дейді ғой. Осы тастың астына өзіміздің қолымызды қоятын болсақ, экстремизм, терроризм деген дерт қалмайды.